Сәлем мен құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Алма, және бұл видеода менде оқу жайлы болады. Міне қазір 22 мамыр бүгін. Біз қазір кешкі мен суымды ішіп отырмын мына жерде. Ой, уже ішіп қойыпты ғой балаларым. Жарайды. Бізде бүгін 22 мамыр оқудың міне бітейін деп қалған кезі, мектептің уже осы 25-інде бітеді, я? И содан кейін барып каникул басталады. Енді осы видео менің осы мектеп жайлы, оқу жайлы, образование жайлы, сол туралы болады. Жалпы мен өз ойымда айтқым келіп тұр, енді видео шығару керек, мен влогермін ғой қазір. Содан оқу жайлы. Так, менің 5 балам бар, Аллаға шүкір, және соның үшеуі футболка маған жарасып тұр ма өзі? Соның үшеуі мектепке барады. Біз қанша? 6 класс, 5 класс және 4 класс. Солай оқиды осы ауылдың мектебінде. Біз қаладан көшіп келгенбіз болады осы ауылға. И қалай айтсам болады? Біз жақтың мектебі мен ауылдың мектебі бірдей. Қарапайым мектептердің барлығы бірдей сияқты, өткені олардың оқып жатқан программасы бір, оқып жатқан кітаптары бір. Сондықтан да мен ешқандай да айырмашылықтар көріп тұрған жоқпын, шынымды айтайын. Но енді ол апайдың өзіне байланысты, мектепке емес, апайдың өзіне. Бізге кездескен апайлардың барлықтары, қазіргі беріп жатқан апайлардың барлықтары нормальные болады, жақсы, маған ұнайды. Енді біз анандай крутой мектептерде оқып көрген жоқпыз, но хочу сказать, мне кажется, крутой мектептердің айырмашылығы неде? Менде мысалы абысының баласы барып көрді, я жаңағындай платный школаға, мектепте. И что я вам скажу? Тура сондай нелермен оқиды. Нет, осылай отырайыншы, блин. Тура сондай оқулықтармен оқиды да, и просто-напросто олардың мектебі, жаңағы төлеп оқытатын мектепте, о жақта үй жұмысын көбірек береді, и көбірек баладан требовать етеді. Соны түсіндім мен. Өйткені маған сөйтіп көрінді. Ал мынандай мектептерде, обычный мектептер, менде балаларым обычный мектепте оқиды, ешқандай платный емес, государственный мектеп. Барлығы бірдей сияқты. Апайларының да образованиясын барлығы бірдей сияқты. Я не знаю, енді баламен жұмыс істеу мәнері, ешкім ол айқайлап нетпейді. Енді әрине кейде қатал апайлар болады. Енді олардың сабақтарын менің ойымша қаттырақ оқитын сияқты. Но әрбір апай, мысалы мен мұғалім болсам, мен тез қартайып кететін емесле, балаларға ұрса беріп, бүкіл нервімді балаларға беріп қойсам, это, конечно, было бы очень грустно. Но қазір мен дұрыстап алайыншы, өзім бетіме қаратып тұратындай. Вот, видите, да? Вот так вот. Содан не айтқым келді? Конечно, енді плюс-минус барлықтары ұқсайды, мұғалімдердің. И мектептері де ұқсайды. Короче говоря, бір сөзбен образованияның барлығы бірдей сияқты. Әрине мен білмеймін, енді Нұрсұлтан Назарбаев школа деген бар ғой, жаңағындай физмат әртүрлі, енді ол жақта математикаға көбірек қарайды ғой. Сол жақта қалай оқытатынын мен білмеймін, ол жақта оқытып көрген жоқпын, және өзім де оқып көрген жоқпын. Мен өзі Қазақстандағы мектепті бітірдім, қарапайым орта мектебін, ал менің жолдасым ол Қытайдағы мектепті бітірді. Айырмашылығы Қытайда образование өте мықты екен. Ол жақта ешқандай осындай праздниктарда, осылай біреуге подарка беру, біреуге емес, мұғалімдерге подарка беру, бастауышпен қоштасу, анау-мынау деген праздниктарды вообще олай нетпейді, өтпейді. Ол жақта тек қана оқу азаннан кешке дейін болады. И бала, енді әрине ол стрессово, но білмеймін енді, қалай ойлайсыздар, Қытайдың халқы азаннан кешке дейін оқып, 12 жыл ма, 11 жыл оқып, прям қатты строгий оқу болды менің жолдасымда. Мұғалімдері прям сызғышпен қолдан ұрады, если дұрыс емес өзін ұстаса, егер дұрыс емес оқыса, онда сондай. И
Ал бізде ондай болған жоқ. Бізде енді қазір балаларыңыз қалай оқып жатыр? Мен де мысалы салыстырып көремін өзімнің оқуыммен, тура сондай сияқты, шынымды айтайын. Мұғалімдер адекватный, но Қытайдағыдай болса, әрине қаттырақ оқытатын еді менің ойымша. Но бізде қазір кішкене на расслабоне, но расслабоне болғанда енді баланың өзіне байланысты деген барлығымыз білеміз. Оқыған бала оқиды, оқымаса оқымайды. Сондай, оны көбінесе сол баланың өзіне керек болса, ол жақсы оқиды, керек емес болса, оны ешкім олай оқы деп Советский Союз кезіндегідей олай ешкім принуждать етпейді. Өз өмірі өзінің қолында, лучше ондай моральный нәрселермен ата-анасы айналысын дейді. Ал басқа мемлекеттерде, Қытайда мысалы, ол жақта деген кішкентай кезінен құйып қояды басына, что сен дұрыс оқымасаң, короче говоря, ты будешь говном по жизни. Ал бізде ондай емес енді, И балалар сол жақта өте қатты оқиды, өйткені ол жақта прям кішкентай кезінен қорқытып тастайды, наверное, жаңағындай сен дұрыс адам болмайсың, дұрыс оқымасаң деген сияқты. И ол жақта, наверное, очень стараются. Кішкентай кезінен прям азаннан кешке дейін оқу, это немножко тяжеловато. Біздің мысалы мектепте көріп жатырмын, менің классымда үлкен қызым, ұлым және кішкентай қызымның жаңағындай класстарында Қытайдан келген балалар бар, және олар сол жақтағы мектепті салыстырады осы жақтағы мектеппен, ол жақта өте қиын дейді баланың өздері. Сөйтіп айтады, зато олар математикадан мықтырақ екен. Я вот смотрю, көбісі математикадан мықтырақ. Солай. И Қытай тілін біледі. Это очень большой плюс. Мен кішкене айару қызымды тоже Қытай тілға бергенмін. Ешқандай да олай, ойбай, страшно қиын деп айта алмаймын, қызым алып кетті. Бірақ біз 3 ай ма 4 ай ма барған соң, короче, тоқтатып тастадық, не знаю. Күйеуім айтты, не істейді Қытайдың, лучше ағылшынды өтсін деді. Бірақ енді білмеймін, ағылшын менің ойымша қазір уже біздің кішкентай кезімізде, ойбай, орыс тілді білмесең сен адам емессің деп айтады. Адам емессің емес, сен многого не добьешься, ойбай, орыс тілді оқы деп барлық жақтан айтып жататын менің 2 жас 3 жас кезінде. Ал қазір ағылшын, менің ойымша ағылшынды былайдан былай біліп кететін сияқты балалар. Но тілді өзі көп білу, ол үлкен навык. И вообще тілді жаттықтыру, тілді қалай адам жаттықтырады? Көп сөйлеу керек, Көп сөйлеу үшін не істеу керек? Ол көп ойын айта алу керек. Ойын айта алу үшін ол көп оқу керек, Көп оқу болғанда көп сөздерді білу керек, анықтамасын білу керек, Шешен болу керек қой, ол деген енді осы менің ойымша ең керекті пәндер, осы өмірге керекті. Любой адамның өміріне керекті болатын пәндер біздің мектептегі ол мазмұнын айтып беретін пәндер. Оқығаныңды елестетіп, соны айтып беру, это вообще өмірдегі, әлемдегі ең бірінші, ең керекті нәрсе. Соған аса қатты мән беру керек. Қазір бізде бәрі математикаға кетіп қалған, математик, ойбай, күшті біледі математиканы. Ну да, математиканы жақсы білсе, но все равно өмірде адам мықты сөйлесе, керемет ораторский искусствосы болса, адамдардың алдында өзін осылай жаңағында ұялып нет қалмай, өзінің ойын әдемі ашық айта алатын адамдар не істейді? Они добиваются успеха, правильно? Сондықтан да біздің мектептерде сондай пәндерге жақсырақ мән берсе, мысалы біз кішкентай кезімізде бізге әртүрлі слайдтар көрсететін, үлкен сондай бір актовый залға алып барып слайдтарды көрсететін. Сендер не ойлайсыңдар осы жақта, осы туралы деп, сөйтіп бізді сөйлететін тұғын. Қазір қарап тұрсам, ондай жоқ, или біздің мектепте жоқ па? Сіздерде қалай сол туралы айтып берсеңіздер. Содан біз жаңағы нәрсеге қарап, енді ми қалай жұмыс істейді? Жұмыс істетеді ғой миды, соны суреттеп беруге, әртүрлі историяларды айтып беруге сөйтіп тырысамыз. Әрине қазірде бар кітаптардың ішінде, сондай тапсырмалар болады. Мына суретте не көріп тұрсың? Соны суреттеп бер. Менің балаларым сөйлеу жағынан енді қатты осылай шешен деп айта алмаймын. Но енді сөйлейді, кәдімгі адамдар сияқты. И мен енді түсіндім, не істеу керек екен оларды сөйлету үшін. Мен осы кезге дейін оларды оқы деп заставлять еттім,
Иә, оның бәрін істедім, ол өте дұрыс, бірақ менің енді осы 4-ші тоқсанды бітіріп уже осы бір 10-15 күн ба, жоқ, бір айдай болып қалды. Мен түсіндім не істеу керек екенді. Сіздерге ол туралы келесі видеоларымда айтып беремін. Короче говоря, миды дұрыстап қоректендіру керек екен. Біздің жеп жүрген тамағымыз күнделікті ол миға ешқандай қатысы жоқ екен. Ол миды умный қылдырмайды, әртүрлі информацияны жеңіл қабылдауға көмектеспейді. Миды қоректендірмейтін заттарды мен береді екен балаларға, мен оны түсіндім және қазір мен оны қолға алдым. И уже замечаю, өзім қалай ойлап бастап жатырмын, өзім жаңағындай қалай сөйлеп бастап жатырмын, соны көріп жатырмын. Өйткені сөйлеу ол мидың қалай жұмыс істеуінің бір белгісі, Қазір қарап жүрмін балаларыма, олардың бағаларына да қарап жүрмін. Қалай олар үй жұмыстарын жасайды, соны аңғарып жүрмін. Мен қазір оларға айтпаймын, ой, жоқ. Миыңды аштып, олай қазір мен жүрмейтін болдым. Мен қазір түсіндім, мен қалай көмектесе алатынымды балаларға. Мен қалай көмектесе аламын? Ол тамақтандыру керек, миды. Миды тамақтандырса, ол бүкіл ағза нормальный алады өзіне керекті нәрсесін. Соны тамақтандыру және де денені шынықтыру. Мен солай ғана көмектесе алады екен балаларыма. Өйткені оларды заставлять еткен сайын, егер де олардың миларының ақылы олай қатты кірмесе, ақыл кіру үшін ми дұрыс жұмыс істеу керек, оған керекті нәрселерді беру керек. Ол және оған норма болып тұру керек. Мысалы, апайдың айтқанын түсіну балаға осылай как обычный нәрсе сияқты болу керек та. Оны деген қатты осылай бір түрлі бір техника жасаудың қажет жоқ, оған нормальный болу керек. Сондықтан да миды дұрыстап қоректендіру керек екен, және де денені шынықтыру керек екен. Мына қазір мен мысалы нанды жемей жүрмін ғой, қазір енді балаларыма да көп бермеуге тырысамын. Енді ол туралы менен сұрасаңыздар, мен өзімнің білгенімді айтып беремін. Өйткені мен қазір қатты ютубтан жаңағындай зерттеп жатырмын. Сол зерттеулерімді айтып берем келесі видеоларда. Так что подписывайтесь на мой канал. И что? Миды қоректендіру керек, дене шынықтыру керек, уже үшінші рет айтып жатырмын. И сосын жаңағындай өзіңнің ойыңды айтып беретіндей жағдай жасау керек. Кино көрсету керек, мысалы. Киноны да көрмейді қазір балалар. No. Кино емес шортс, кино емес Roblox. Солай баланың бір нәрсені прям зерттейтіндей болып кетіп қалады ғой, мысалы, кино көргеннің өзінде де, мысалы. Керемет ақылыңды кіргізетін кинолар да бар ғой қазір. Блин, я так сижу, как будто вот так сижу. На самом деле нормально сижу, просто меня так показывает камера. И что? Я поняла, что делать. Я теперь буду над этим. Мен түсіндім не істеу керек екен, енді мен соған жұмыс істей бастаймын. Балаларыма өзімше көмектесе бастаймын. Я им сейчас купила бадминтон. Тоже, оказывается, миға өте жақсы екен. Бадминтонды ойнау, ол өте жақсы екен миға. Ракеткамен ойнайтын ойындар бар ғой, ондай. Пинг-понг, бадминтон, теннис. Вот сондай миды мықтық жаттықтырғыларыңыз келсе балаларыңыздың, сондай нәрсені ойнатыңыздар. Солай. И және де дұрыс тамақтандырыңыздар. Дұрыс денені шынықтырған кезде миы адамның мықтырақ жұмыс істейді екен. Соны қолға алыңыздар. Бадминтон ол енді дене шынықтыру ғой. Оны енді мен енді осылай біздің өмірімізге осы бір айдай болды қалыптастырып келе жатырмын. Солай. И я этому очень рада. Мен оны баяғыда білетін тұғымын ол туралы. Бірақ ол кезде мен қолға алған жоқпын. Но қазір мен прям жақсылап тұрып қолға алдым. Понимаете, өйткені дұрыс тамақтандырудың ақшасына қанша кетеді? Финанс жағынан айтайын. И ертең мысалы балаң бір нәрсені түсінбейді, нетпейді, ол кезде тоже одан да көп ақша кетіп қалады екен. Сондықтан да кішкентай кездерінен жаймендеп миларын қоректендіріп, дұрыс нәрсемен и физкультурамен айналыстыру керек екен. Қазір мен қолға алайын деп жатырмын, Алла қаласа.
Короче, бүгін мидың жұмыс істеуі, ол үшін қалай оқу керек, сол туралы айтып кеттім. Уже 15 минут сөйлеппін. Біздің Қазақстанның мектебіне қалай оқыдым мен, және Қытайда қалай оқыған күйеуім туралы айтып бердім. Енді ничего не забыла, надеюсь. Бастауышпен қоштасу туралы айтып бердім ба? Айтып бердім ба? Мен, короче, екінші рет жазып жатырмын да, қазір үшінші рет даже жазып жатырмын. Как-то у меня сейчас каша уже в голове. Ладно, осымен аяқтай салайын, достар. Көп нәрсе айтсам 40 минут 1 сағаттан асып кетеді. Осылай осы 15 минутпен қалдыра берейін. И то ешкім қазір до конца көріп отырмайды бұл подкастты. Подкаст емес, осы видеоны. Бұны мен вообще өзім үшін жасап жатырмын. Өйткені мен адамдармен көп сөйлеспегелі, осылай ұзақ сөйлеспегелі, ойымды осылай айтпағалы, бүгін енді сондай бір не ғой? Видео ғой, білім туралы, мидың жұмыс істеу туралы. И маған осы сөйлеу өте қажет, керек болып тұр. Жалпы осы жағынан миымды нету, өткен декретте отырған кезде мен адамдармен көп общаться еткім келген жоқ. Қазір ғана мен уже жаймендеп адамдармен қатты общаться еткім келмесе де, мен сөйлеу осы маған, осы каналым маған көмектесіп жатыр. Так что я прям чувствую, что прям могу выражать свои мысли, уже немножко скорості көтеріліп жатыр. Сол, достар, сіздерге пока-пока. Егер де бір адам осы аяғына дейін көрсе, саған рахмет. Ладно, пока.